Адасқан ана. 4 бөлім. Достар, мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. 2 әпкемде тұрмыс құрып, анам екеуміздің мойнымызға барлық тірлік артылды. Ештеңеге үлгермейміз. Анам да баяғыдай емес, ауырып қала береді. Әжемнен еститініміз тек ұрыс. Мына екеуі былжырап жүргеннен басқа пайдасы жоқ, деп әбден жүйкемізге тисе де ештеңе дей алмаймыз. Мен басында айтқанымдай, ауылдың күнге күйген қара торы қызымын. Елдің қыздары сияқты сұлулығым да жоқ. Мектепте де көршілердің арасында да ешқандай жігіт сөз айтпақ түгілі ұнатпады. Әпкелерім сияқты кішкентай әдемілеу емеспін. Әпкелерімнің көздері ботадай сүйкімділігі бар. Сол сүйкімділік пен сұлулық маған келгенде жетпей қалғандай. Әжеме тартқан қысыңқы көздерім бар. Әйтеуір әдемі емеспін. Не анамның сұлулығы, не әкемнің бойшаңдығы бойымда жоқ. Әжем сияқты бойым кішкентай. Десе де әжем сияқты дүние құмар емеспін. Сол үшін де кейде қуанамын. Жазғы демалыс. Әжемнің кенже қызы қалада техникалық колледжде мұғалім еді. Тұрмыс құрған, балалары бар. Сол үйге келіп, мені оқуға алып кетемін дегенде қуаныштан төбем көкке жетті. Әжем кенже қызына ештеңе дей алмайтын, жібергісі жоқ әрине. Ол әпкем де мені қайбір аяп оқытқысы келіп жатыр дейсіз. Басшыларынан бұйрық түскен. Әр мұғалім колледжге бір оқушы әкелуі тиіс деген. Дәл сол жылы менің 9 сыныпты бітіруіме келіп тұр. Ешқандай ақша шығыны болмайтынын айтқанда, әжем де әкем де рұқсатын берді. Сол күннен соң менен ұйқы қашты. Алғаш рет қалаға шыққалы жатырмын ғой, қобалжудан тамақ батпайды. Ойыма қайдағы нәрселер түседі. Шіркін-ай, уақыт та тоқтап қалғандай. Жаңа өмірге асыққан мен ол жақтан бақытты болатыныма сенеген едім. Ауылдан басқа ешқайда шықпайтын мен қалаға бара сала бөліндім. Әпкем мені үйіне кіргізбеді. Оқудың жатақханасында тұрдым. Аядай тар бөлмеде 4 қыз жатамыз. Шыны керек, мен оқитын техникалық колледжде көбі ер бала. Сосын ол жердегі оқитындар ауылдың мен сияқты түк көрмегендері десем қателеспеймін. Иә, қаланың жергілікті тұрғындары бар. Алайда мінездері бір түрлі, бұлай көшекізген бұзақылар. Қалаға келдік деген желеумен қасымдағы қыздарға еріп, боянуды, қысқа ашық киінуді үйрендім. Бұның бәрі бала кездегі арман еді. Өзімді еркін санадым. Мұғалім әпкемді тек сабақта көремін, демалыста үйге кел деп айтпайтын. Мен де ол үйге баруға құштар болмадым. Демалыс болса, саябақтарды қыздармен қыдырғанымыз күшті еді. Қалаға келгеніме 6 ай болғанда мен сорлы жігітпен жүре бастадым. Көзімді қарандашпен қап-қара қылып бояп, өзімді сұлу санай бастадым. Одан оқудағы менен бір курс жоғары оқитын шалақазақ Андрей деген жігіт ізімнен қалмай жүрді. Қазақша орысшасы аралас, сұлусың, әдемі қызсың деген сөздеріне мас болдым. Андрей көше бұзақысы, папасы жоқ. Мамасы ғана бар, сол қалада тұрады. Сол жігіттің күйдім-сүйдім дегеніне сеніп, төсекте табысатын болдым. Жүкті боламын деп мүлдем ойламадым. Әйтеуір ессіз құмарлық. Аяғым ауырлап, ішім білінгенде ғана есімді жидым. Сабақ бітіп, 1 курсты аяқтағанда ішімдегі сәбиім 4 айлық болды. Қарным домаланып шыққасын мұғалім әпкем дәрігерге апарып тексертті. Сол кезде жүктілігімді біліп, шашымнан сүйреп сабағаны есімде.
біраз акушерканың алдына бардық. Алайда бәрі бастарын алып қашты. 18-ге толмаған қызға әрі бала өсіп кеткен түсік жасамаймыз деп шығарып салды. Ауылға жібере салайын десе, мұғалім әкемнен өлердей қорқады. Әкем екеумізді де асып өлтіреді. Ауылдағыларға жазғы сабаққа қалды деп менің артымды жапқан әпкем маған ашулы. Менің жағдайымды әжеме айтқан. Ол келіп әбден таяқтады. Ашуы басылғандай, соңында әпкем екеуі ақылдасып, бөлек пәтер жалдап, сол үйде жалғыз өзімді тұрғызды. Басқа ешқайда бара алмаймын. Әйтеуір әр айдың аяғында түсетін стипендияға әзер жетемін. Әжем тек пәтердің ақшасын ғана беріп отырды. Тамаққа ақша бермей, осы үйден аштан қата қал, өлесің ба, басқа қыласың ба, өз еркің деп кете барды. Жылағаннан басқа шарам жоқ еді. Андрейге жүктемін дегенде төбесін көрсетпей ғайып болды. Тоя тамақ жей алмай, күндерім тек жылаумен өтті. Жүктілігімнің кесірінен оқудан да шығарылдым. Әкем білмейді. Бұл шындықты әжем мен әпкем біледі. Айы күніме жетпей қыз босандым. Тұңғыш сәбиімді 3 ай ғана емізіп, одан кейін өзге жанның қолына тастауға мәжбүр болдым. Яғни асырауға бердім. Анам қайтыс болды. Ауылға баруға тура келді. Мұғалім әпкем де менің қызымды асырап алатын отбасын тауып қойыпты. Қызымнан амалсыз бас тартып, барлық құжатқа қол қойдым. Іштей қайғырдым. Сол сезіммен 12 жыл өмір сүрдім. Жалғасы бар.